Сәлем оқырман. Айгүл мен Асылжан ана жолы қайта сөйлесіп көреміз деп айтқан болатын. Бірақ та жігіт тарапынан ешқандай қозғалыс жоқ көрінеді. Айгүлді керек етпей ме, сонда қалай ойлайсыздар? Айгүл шынымен қайта бастауға қарсы емес секілді. Бірақ та жігіт тарапынан құлшыныс болмаса, бәрібірде ештеңе шықпайды. Асылжан Айгүлмен қосылуға түрткі болған. Эфир немесе көрермен болу керек. Сіздер қалай ойлайсыздар, әлде бұрынғы махаббат қайта жанданды ма? Көрерменнен көп пікір бар, оқып көрейік. Айгүл шатаспа, Асылжанмен қосыл. Сонда сен бақытты боласың. Сенде ер балалар өсіп келеді. Иә, өте дұрыс айтасыз. Біз көрермендер түгелдей Айгүлдің өз күйеуіне қосылып бақытты болып кеткенін тілейміз. Екі баласы қандай бақытты болар еді, тездетіп қосылып кетіндер. Ата-аналарында қатты қуантар едіңдер. Жанылмайтын жақ болмайды. Біз сендердің қосылғандарды көргіміз келеді, осы қосылайықта. Екі ханзада қайтадан өз семьясына қосылып бақытты ғұмыр кешуде. Асхат пен Данияр солардың жолын берсін сендерге. Бірінші әйеліне ештеңе жетпейді, оның көңілін енді қалдырма. Балдарың бар, Алла берген. Адасқанның айыбы жоқ, қайтып өйірін тапқасын деген бар күрсінбеңдер. Асылжан енді құмар ойынға жолама. Бала шағаңа қарап бар мейірімді төгіп. Өткен күндеріңді есігін тарс жауып. Жанияңды сақтар, бірігіп тіршілік жасандар. Асылжан мықты, ақылды, тәбиғи жігіт екенсің. Өзіңе сенімді жігітсің, қосылғандарын дұрыс. Бақытты отбасы болыңдар, махаббаттарын баянды болсын, сүйкімді жұпсындар.